Директорлар кеңесі акционердің мүдделерін қорғап, алға қойылған міндеттерді орындауы тиіс. Самұрық-қазына басқармасының төрағасы осындай пікірде. Бүгінде қор бұл орган өкілдеріне қойылатын талаптарды күшейтуде. Бұл тек тәуелсіз директорларға ғана емес, директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне қатысты. Ұлттық әл-ауқат қорының жетекшісі кезекті рет оларды белсенділікке үндеді. Ең бастысы құзыреттер мен жауапкершілікті нақтылап, жариялық үрдістерін қалыптастыру. Бұл орайда тәуелсіз директорлардың қолдау көрсетуі аса маңызды. Биыл қор бірнеше маңызды бастаманы енгізді. Бұл сыртқы аудитті таңдау, шығындарды азайту бағдарламасы, қазынашылық операцияларды жетілдіру және тағы басқалары. Соның ішінде сатып алу үрдісін автоматтандыру, оны халықаралық талаптарға сай ету. Bir қатар мәселе кеше талқыланды. Енді осы әңгіменің қорытындысын естіп, ой алмасуды күтемін. Қордың ұзақ мерзімді стратегиясына сәйкес Самұрық-қазына стратегиялық холдингке айналмақ. Алайда осы мақсатқа жету жолында бірден-бір тиімді құралдардың бірі компанияларда корпоративті басқару жүйесін тиісті деңгейге жеткізу. Біз 4 ұсыныс әзірледік. Біріншіден, корпоративті басқару директорлар кеңесіне күзет беріп, жауапкершілік жүктеу тиіс. Қор комитеттері ішіндегі үрдістерді өзгертуге ұсынамыз. Жоспарлар директорлар кеңестерінің бекітуінен өткеннен кейін ғана іске асырылған шарт. Сонда олар жауапкершілігін сезеді. Қор үшін директорлар кеңесінде бекітілмеген шешімдерді мақұлдаудың мәні жоқ. Меніңше жұмысты осындай тәртіпте ұйымдастыру қажет. Тәуелсіз директорлар бұған қоса тәуекелдерді бағалау үшін жауапкершіліктің орнатылуын, қор саясатының икемді болуын және ішкі аудиттің дұрыс қабылдануын қалайды. Ал корпоративті заңнама тұрғысында Самұрық-қазына тарапынан жұмыс тобы құрылып, әзірленген ұсыныстар тиісті органдарға жіберілмек. Жиын барысында көтерілген тағы бір мәселе әлемдегі үздік компаниялардың тәжірибесін қолдану. Мәселен, жастар үшін тәлімгерлік бағдарламасын енгізу туралы ұсыныс түсті. Қазақстан азаматтары мұнда ештеңе өзгертуге болмайды деп санайды. Соны байқадым. Бірақ бұл дұрыс емес. Өзгеру мүмкіндіктері бар, өйткені бұл жас мемлекет. Біздің компаниямыз да жас. Әлемде өзгерістер баршылық. Бәсеке күшейе түсті. Сондықтан ескіше жұмыс істесек артта қаламыз. Және өзгерістерді ең алдымен басшылар қолдауы керек. Негізі өзгерістер аса қымбатқа түспейді. Жаңашылық қайтарлықтай қаржылай салымды қажет етпейді. Оған тек қолбасшылық жұмсалатын уақыт тарапынан инвестиция керек. 2 күнге созылған кездесу жемісін бергенде, атап айтсақ, қордың тың жобалары жайында түсініктемелер берілді. Компаниялар тобында қазынашылық қызметті басқарудың тұжырымдамалық үлгісі ұсынылды. Есеп берудің жаңа форматы мен корпоративті күнтізбе енгізілді. Және ең бастысы, топ үшін маңызды мәселелер ашық әрі жан-жақты талқыланды. Бізде аса қызу пікірталас өтті. Барлығы үйлестерін қосты, ойларын еркін білдірді. Біз осындай кездесулерді бағалаймыз. Сонымен қатар Қазақстан темір жолына барып, 3 нысанын араладық. Отандық тауар өндірісін өз көзімізбен көрдік. Үлкен қадамдар жасалған екен. Өндірістің үздік әдістері қолданылады. Біз осының нәтижесінде іс жүзінде көз жеткіздік. Бүгінде Самұрық-қазынаға қарасты компаниялардың барлығына ортақ міндет компаниялардың құнын көтеру, тиімділігін арттыру, ұлттық экономиканы жаңғыртуға қолғабыс ету, қоғам алдында әлеуметтік жауапкершілікті сақтау болып табылады. Кәсіби емес активтерді азайту бойынша да жұмыс жүргізілуде. Алайда белгіленген бағдардан адаспай, жоспарланған іс-шараларды жүзеге асыру үшін бірлік керек. Сондықтан мұндай бірлесулер алдағы уақытта да жалғасын табады.